заттың үш табиғаттық күйі. Тіршілікте біз заттарды күнделікті өмірде жиі кездестіреміз. Судың мұзын мұз, сұйық суды және буды бу. Бір заттың үш түрлі күйі деп білеміз. Бірақ неге бір зат әртүрлі күйде болуы мүмкін? Заттар молекулалар мен атомдардан құралған. Молекулалық кинетикалық теория бойынша заттың күйін анықтайтын екі негізгі фактор бар. Молекулалардың аралығы бір-бірінен қандай қашықтықта орналасқаны және молекулалардың өзара әрекеттесу күші. Осы екі фактордың өзгеруіне байланысты зат үш түрлі агрегаттық күйде, қатты, сұйық және газ тәріздес күйде болады. Қатты дене заттың молекулалары немесе атомдары тығыз орналасқан және белгілі бір ретпен кристалдық тор түзетін агрегаттық күй. Қатты дененің негізгі ерекшелігі оның пішіні мен көлемін сақтауы. Қатты күйде молекулалар бір-біріне өте жақын орналасады. Олардың арасындағы тартылыс күші тебіліс күшінен артық болады. Сондықтан молекулалар белгілі бір қашықтықта тұрақты тәртіппен орналасқан. Мұндай ретте орналасу кристалдық тор деп аталады. Кристалдық тор құрайтын денелер кристалл денелі. Оларға мысалдар таза металдар, темір, мыс, алтын, ас тұзы, мұз бар. Ал молекулалар ретсіз орналасқан денелер аморф денелі. Шыны аморф денеге жатады. Қатты дененің қасиеттері. Шыны тұрақты, өзгермейді. Көлемі тұрақты, аз, өзгереді. Молекулалары тек тербелмелі қозғалыс жасайды. Орын ауыстырмайды. Тығыздығы жоғары. Сығу оңайлығы қиын. Қатты күйдегі заттарға күнделікті өмірден көптеген мысалдар келтіруге болады. Стол, орындық, терезе, әйнегі, металл, қасық, тас, топырақ, мұз көбейді. Бұл денелердің бәрі өз пішінін сақтайды. Өйткені молекулалары тығыз орналасқан және өзара күшті әрекеттеседі. Сұйық күй заттың молекулалары қатты күйге қарағанда босырақ орналасқан, бірақ белгілі бір реттілік сақтайтын агрегаттық күй. Сұйықтықтың негізгі ерекшелігі оның көлемін сақтауы, бірақ пішінін сақтамауы. Сұйық күйде молекулалар бір-біріне жақын орналасқан, бірақ қатты күйдегідей кристалдық тор түзбейді. Молекулалар бір-бірінің маңында еркін жылжи алады, яғни сырғып қозғалады. Мұнда тартылыс күші мен тебіліс күші шамалас, сондықтан молекулалар белгілі бір көлемде қалады. Бірақ оның пішінін оңай өзгертеді. Сұйықтықтың бетінде беткі керілу күші әрекет етеді. Бұл күш сұйықтықтың өз бетінше тамшы түзуіне мүмкіндік береді. Мысалы, су тамшысының домалақ ішінде болуы беткі керілу әсерінің нәтижесі. Сұйық күйдің қасиеттері. Пішіні тұрақсыз, ыдыстың пішінін қабылдайды. Көлемі тұрақты, аз, өзгереді. Молекулалары сырғып қозғалу арқылы орнын ауыстырады. Тығыздығы орташа. Сығу оңайлығы өте қиын. Сұйық күйдегі заттарға Су, сүт, май, бензин, ауаның құрамындағы су, бу, конденсацияланған жер асты суы, өзендер мен теңіздердегі су жатады. Сұйықтықтардың пішіні өзгермелі, бірақ көлемі тұрақты болады. Сондықтан стақанға құйылған судың көлемі өзгермейді, дегенмен ол стақанның пішінін қабылдайды. Газ тәріздес күй заттың молекулалары бір-бірінен өте алшақ орналасқан және еркін қозғалатын агрегаттық күй. Газдың негізгі ерекшелігі оның не пішінін, не көлемін сақтамауы. Аз тәріздес күйде молекулалардың арасындағы қашықтық өте үлкен. Тартылыс күші өте әлсіз, молекулалар бір-біріне әсер етпейтіндей еркін қозғалады. Сондықтан газ өзіне берілген кез келген ыдысты толтырып, сол ыдыстың пішіні мен көлемін қабылдайды. Газ молекулаларының жылдамдығы температураға байланысты. Температура жоғарылаған сайын молекулалардың қозғалу жылдамдығы артады. Мысалы, ауаны жұртқанда оның молекулалары тез қозғала бастайды. Газ күйдің қасиеттері. Пішіні жоқ, ыдыстың пішінін қабылдайды. Көлемі жоқ, ыдыстың көлемін толтырады. Молекулалары түзу сызықты, еркін қозғалыс жасайды. Тығыздығы төмен, сығу оңайлығы өте болмай. Газ тәріздес күйдегі заттарға Оттегі азот, көмірқышқыл газы, табиғи газ жерден көтерілген ауа, бу, су жатады. Баллондағы газдарда, атмосферадағы ауа да газ тәріздес күйге мысал болады.
газдарды оңай сууга болот. Мысалы оттегин кармайы баллондарға жоғары қысымда қысып сақтайды.